Тұмау тиіп, мұрын бітіп, мұрыннан су ағып, қызулап, температура көтеріліп, ауырған кезде қылша шай таптырмас ем. Қылша шайды осылай ыстықтай буын иіскеп отырып ішу керек. Сол кезде өте жақсы көмектеседі. Иісін күшті. Ыстық буын иіскесеңіз, мұрныңызды ашады. Ал ыстықтай ішсеңіз, тамағыңызды ашып, суықты тез шығарады. Осылай тоқтамай 3-4 стакан ішу керек. Содан кейін терлетеді. Бүркеніп жатып, 2-3 сағаттан кейін тағы да ішу керек. Сөйтіп күніне бір 3-4 рет қайталап ішсеңіз, кез келген тұмауды, жөтелді, мұрын бітуді, мұрыннан су ағуды, температура көтеруді барлығын емдейді. Кез келген адамға болады, ешкімге ешқандай зиян емес. Қылша шай тұмауды тез емдеу үшін арнайы осындай сүзгісі бар шайнекке 1 литр суық су құйып, шайнектің сүзгісіне 3 шымшым қылша шай саламыз. Енді авто қайнату 3-ке қоямыз. Өзі қайнағаннан кейін қазір өшеді. Авто қайнату 10 минут қайнап өшті. Енді қылша шай тағы да жақсырақ шығып кету үшін қолмен бағыттауға 5 минутқа қоямыз. Қылша шайымыз тағы да 5 минут қайнап дайын болды. Енді өшіреміз. Ауырмаңыздар, әрқашанда осындай табиғи өнімдер ішіп денсаулықты нығайтыңыздар.